және көптеген жылдар бойы біз көрдік экстремизмнің саны өсті, және сондай бір зерттеу атқарылды, және Ислам университеті Джакарта қаласында зерттеулер өткізді, және бүкіл мемлекет бойынша респонденттер сұралды, олар діни жұмыстар атқарды, және діни білім міндетті түрде әрбір балаға, әрбір студентке көрсетіледі, әрбір оқушы, студент дін сабақтарын өту керек, және сондай сабақтар колледж арасында өткізілді, және осының нәтижесін сіз экранда көріп жатырсыз. Мысалы, респонденттердің 37% келіседі. Джихад ол соғыс болып табылатын деген ойда, және көптеген ғалымдар джихад ол тек қана соғыс қана емес, ол жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады, және басқа адамдар сондай мысал келтіреді. Ең біріншіден ол соғыс, және 23% респонденттер өз-өзіне қол жұмсау әрекеті исламдық джихад деп келіседі, және келесі жылы оқытушылар арасында зерттеу өткізді, мектептер арасында, медресе арасында, және олардың нәтижелері көз алдарыңызда. 33% мұғалімдердің басқаларды ислам мемлекетінің құру үшін күреске қосылуға шақыруға келіседі. Осындай зерттеу бізге үлкен толеранттық емес және радикалдық пиғылды көрсетті. Осындай мұғалімдер басқа діндерге төзімсіз емес екенін білдірді. Басқа зерттеулер бізде жоқ, және ислам мұғалімдері медреседе сабақ беріп жатқан, оларда бір текті зерттеулер және бір текті орта қалыптасып жатыр, және тағы да бізде басқа да мысалдар бар. Олар басқа діндермен өте көп қарым-қатынасқа түспейді, және Индонезияда адамдардың басым көпшілігі мұсылман болып табылады, және олар басқа мемлекеттермен әрекет жасамайды, және ондай адамдар әрине басқа діндерге де әсер етеді, және олардың нәтижелері бұндай зерттеу нәтижесінде 3 басты рекомендация жасалды, және осы рекомендацияларды өзіміздің конфессия аралық және дін аралық сауаттылықты дамыту үшін 3 негіз берді. Ең бірінші, бізге діни сауаттық және конфессиялық білім беру туралы қағида шығару кеңес берілді. Екінші, исламдық діни білімге басқа діндерді енгізу туралы қағида шығарылды. Мысалы, буддизмде, басқа да діндерде ислам туралы айттық, және оқытушылардың әртүрліліктің оң тәжірибесіне қосу дегенді пікір білдірді. Өйткені төзімдіктің болмауы ол жаман нәрсе, және бізден өзгеше адамдарды түсінуге соған пиғыл жасау өте дұрыс. Және біз не істейміз? Ең бірінші, біз сондай мәдениет аралық діни сауаттылық аламыз, сосын оны біз ақш мемлекетінен келген Крис Сайпелмен бірге қағиданы алып, бірге жасап жатырмыз. Және оны біз